Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге езілмей пісетін пельменнің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен суық суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырамыз. 1 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Илектен өткізілген ұнға 250 мл суымызды жаймеңдеп құйып, қамыр елейміз. Ешқандай жұмыртқаның қосудың қажеті жоқ, простой қамыр елейміз. Пельменнің қамыры қатты болу керек, сол үшін асықпай жақсылап елейміз, суын бірден құймаймыз, жаймеңдеп отырып құйып, араластырып қамыр елейміз. Қамырға күш керек болады, барынша күштеріңізді салып, қамырымызды елеп аламыз. Қамырымыз жылтыр болғанша елейміз. Жақсылап илеп алдық. Осындай біркелкі әдем болып тұру керек. Қамырымыз жылтырлап. Қамырымыз дайын болды. Пищевой пленкамен орап 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына фарш, 2 үлкен ұсақтап тұралған пиязды, черный перец дәміне қарай, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып, дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болды салмасы. Қамырымыз да дайын болып қалды. Енді қамырымызды жақсылап илеп алып 1-2. Қамырымыз дайын болды. Осындай біркелкі әдемі болу қажет. Енді қамырымызды видеодағыдай оқтаудың көмегімен 1-2 жайып аламыз. Біркелкі қылып жайып алып, теңдей бөліктерге бөлеміз. Кесіп алғаннан соң жарысын бір шетке қойып, бетін пакетпен жауып қоямыз. Шетінен алып, лағман созған сияқты 1-2 созып аламыз. Теңдей бөліктерге кесеміз. Теңдей бөліктерге кесіп алдық. Енді қамырымызды 1-2 оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз әдемі болып шықты. Енді салмасын салып, пельменді түйіп аламыз. Осылай жанын басып шығамыз, ажырап кетпеу үшін. Әдемі пельменіміз шықты. Піскен кезде езілмейді. Жасап көріңіздер.
пельмендерді бүгіп болғаннан соң сіздерге пісетін жолында көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Пельмендеріміз дайын. Ең алдымен суымызды қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұз, лавролист, приправа дәміне қарай салып, шетінен пельмендерімізді салып, орташа отта 10 минут қайнатамыз. Пельменіміз пісті. Өте дәмі ерекше. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Балдардың сүйіп жейтін тамақтарының бірі деп айта аламын. Сіздермен болған Жансая. Қоңырау батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.